осы жерде мен қазір өзімнің идеалды емес тұсыммен бөліскім келеді. Бір ойды түсініп отырмын. Егер сен жақсы нәрсеге көбірек фокус бөлсең, сол жақсы нәрсе сенің өміріңде көбейе түседі. Наоборот, көп жақсы адамдарды пайдаланады ғой. Жұмсақ адам жұртқа жем деп жатады ғой. Өзімізге келгенде, ой, черт. Сен істейін деп жатсың ба мынаны? Қоя саш, Лаура, қоя саш. Біз өзімізді осылай іштей жейміз ғой. Адам өзін осы жақсылыққа сенуге қалай үйретсе болады? Отырыңыз да, сіз студент болсаңыз, жазыңыз. Мен қайда оқып жатырмын? Мен бұл мамандыққа түскім келді ме? Сен өзіңнің инфополіңді өзің басқарасың. Адамды жоқ қылып жіберу үшін оның алдынан новостной каналды көп шығара беру керек. Мен ата-анама коттедж алып беретінді мен жоспарламаған. Мен қазір BMW машинамен жүретінді мен жоспарламағанмын. Сіз қазір ата-анаңызбен өзіңіздің алып армандарыңызбен бөлісесіз ба? Бәріңе сәлем, сіздермен кейіпкер подкасты және бүгінгі подкаст біздің көрермендерімізге өте ерекше шығарылым болады деген ойдамыз. Себебі бүгінгі подкасттың қонағы инфопродюсер, инфлюенсер және кәсіпкер Лаура Лизбек. Біздің көрермендер де, оқырмандар да сізді ерекше сағынышпен күтті. Сізді көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Барлықтарыңызға сәлем. Кейіпкер подкастына келгеніме өте қуаныштымын. Қазір мені көріп отқан әрбір кейіпкерге дәл қазір естуі керек сөздерді айта аламын деген үміттемін. Лаура ханым, мен жалпы сіздің масштабты СММ курсыңызда оқығам 2021 жылы. Сол 2021 жылы сіз СММ запуск тақырыбында қазақ аудиториясында осы тақырыптарды ең алғашқы болып көтергендердің бірісіз. Сол уақыттан бері сізді тамашалаймын және мен үшін сіз self-made тұлғасыз. Маған ең қызық сұрақ ол сіз өзіңізді қанша жасыңыздан және қалай қалыптастыра бастадыңыз? Осы жолға қалай келдіңіз? Сол жайлы айтып берсеңіз көрермендерге. Көп рахмет. Бір эксклюзив сұхбат болатынына сенімді болып тұрмын. Себебі мен еш жерде айтылмаған өзімнің балалық кезімдегі осы бір қазіргі деңгейіме кішігірім болсын жетуіме көмектескен дүниелермен бөліскім келіп отыр. Қазір сіз маған сұрақты қойып жатқанда бірден ойыма келген кез ол менің 15-16 жас кезім. Менің өзім сол кез өзімнің өмірімдегі ең маңызды рөлдерді атқарған жылдар деп білемін. Неге? Себебі өзімнің өмірлік оқиғам, мен сол кезде 8-9 сынып оқимын, жасым 15-16-да. Үйде обычный мен нан жайын деп жатырмын. Бізде еще жерде тұратын, и жерден кәдімгідей нанды илеп жасайтынбыз. Сол кезде үйге мама маған нанды иле деген тапсырма береді да, и мен сол нанды илейін деп кетіп бара жатқанда кухняға менің сол кез әлі есімде бір үлкен мынандай том кітап тұрады. Кухняда тұр екен. Сосын мен түсінбедім, бұл қандай кітап, бұл не үшін мына жерде тұр деген секілді. И сосын сол кітапты аша саламын ғой. Ең бірінші менің сонда бұрыннан әдетім, мен мазмұнын қараймын кітапта не туралы екенін біліп алу үшін. И мазмұнын қарасам, любовь к себе, как найти в жизни свое место деген строкалар тұр. Мен ойлам, мынандай да кітаптар бола ма деп сол кезде ойлаймын. Обычно біз енді мектепте жаңағы көксерек, андай, мындай деген бір роман кітаптар оқимыз ғой. Мен тек сондай кітаптар болады деп сол жасқа дейін ойлаған екенмін. Ана кезде любовь к себе, мой внутренний ребенок деген сөздерді оқығанда мазмұнында ойла, жұрттар мынандай кітап жаза ма? Қызық дедім да. Сол жерге кітапты қойып, нанымды илеп кеттім. Кешке әлі есімде мен сол кітапты сол кухнядан үндемей алдым да өзімнің бөлмеме бардым. Өзімнің бөлмем деп отырғаным, біздің үйіміз 3 бөлмелі, және де біз 5 баламыз үйде. Бізде әр баланың жеке-жеке бөлмесі жоқ. Менің ағам, әпкем бар. Сол бірде бір кішкентай бөлме бар. Кішкентай ғана 10 квадрат метр шығар іші. Соны кезек-кезек біз бәріміз аламыз. Әпкем оқуға түсіп кеткен, ағам да кеткен. Анау менің бөлмем болып қалған қазір. Кішкентай, хотя бы 4 бұрыш жер ғой. Сол бөлмеге кіріп аламын да жаңағы кітапты қарап ашып оқимын ғой. Анау сондай үлкен қорқынышты кітап, Луиза Хейдің кітабы екен сол. Бірақ ана кітапты оқысаң қызық. Мен деп сол күні мен мүлдем үй жұмысын орындаған жоқпын. Мен внутренний ребенок туралы бөлімді оқыдым сол кітаптың.
сол кезде мынандай тапсырма берілген, тіпті өзіңнің кішкентай кездегі суретіңді ал да өзіңнің рабочий столыңның алдына жабыстырып қой, сосын соған күнде қара да сен жеңіске жетесің, мен сені жақсы көремін деген жақсы сөздерді айт дейді ғой. Мен сол кезде өзімнің кішкентай кездегі еще шашым тақыр болатын, менің кішкентай кезде тақыр басым тұрған фотоны алып іліп қойып, мен соған күнде сол сөздерді айтатынмын. Сол кітапты оқи бердім. Сол 15 жасымда сол кітаптың маған соншалықты қызық болғаны мен таң қалам. И әлі күнге дейін біз мамамызбен сөйлесеміз ғой, мен мамаға айтамын, мама, сен қалай ана кітапты сатып алдың деймін да. Мама айтады, ол кітап сол кезде еще өте қымбат тұрған екен, оказывается. Мама, бір ойланған алайын ба деп, екі ойланған алайын ба деп, и үшіншісінде ақшасын қиып барып алған екен өзі үшін. Оны көріп, мен сосын оқып қызығып кетем. И міне осы кітап менің өмірімдегі үлкен өзгерістерге алып келді деп айтсам болады. Себебі мен сол кезден бастап, сосын мен ВКонтакте болады, бәріміз ВКонтактеде отыратын едік қой, ВКонтактеде жігіттермен сөйлесетін еді. Сол кездерде еще мен ВКонтактеде жазылған группаларымның арасында, әлі күнге есімде, менде саморазвитие деген нелер өте көп болатын группалар. Мен сол группаларға кіріп, күнде сол группаларда не болып жатыр қарап отыратынмын. Маған сол тема қызық болатын. Айтады, вставай в 5 утра, Джо Диспенза, мынау деген секілді. Мен солардың бәрін қарап, мектепте оқып отырып, ертең мынаны жасаймын деп жоспарлайтынмын. Солай мен күнде таңда 5-те тұратынмын, сағат 9 сынып оқығанда. Сосын таңертең тұрып жүгірем, құлағыма аудио кітап салып алам, аудио кітап тыңдап жүретінмін. Ол мен 9-10 сынып кездерінде. Мәссаған, мен мына историяны тыңдап, өзім шабыттанып кеттім. Шын мәнінде есті бала жасынан деп айтады ғой. Сол бір сөзге көзім жетіп отыр. Өзіңіздің 15 жасыңыздан бастап, осындай зеректікке құмарлығыңыз әрбір адамды шабыттандырады деген ойдамын. Енді маған ең қызығы, сіз осындай кітаптарды Луиза Хейді 15 жасымда оқыдым дейсіз. Қазір сіздің жасыңыз 24-те. Маған қызығы, енді сіз қазір қандай кітаптар оқисыз? Өзіңіздің оқыған кітаптарыңыздың ішінен қай кітаптарды көрермендерге кеңес беретін едіңіз? Осы жерде мен қазір өзімнің идеалды емес тұсыммен бөліскім келеді. Осы кішкене бір жетістіктерге жетіп бастағаннан кейін я расслабилась дейші. Я расслабилась. Ол жаңағы мен 10-шы сыныпта солай бір жыл бойы таңертең ерте тұрып жүретін болсам, 9-10 сыныпта. Сосын мен универге барған кезде 2 жыл мен солай ерте тұратынмын. Бірінші, екінші курсымда таңғы 6-да тұратынмын ұйқыдан. Сол менің өте керемет фундаментім болды. Себебі таңда тұру, ол менің ойым таза кездер. Ол мені ешқандай телефон, ешқандай сыртымдағы достар мені тарта алмайтын кезең ешқайда. Және қазір мен 2020 жылдан бері ерте тұруымды доғардым. Себебі 2020 жылдан бері мен өте қатты үлкен программалар жазумен айналыстым, обучениелерінің программаларын жазумен. Сонымен мен ол нәрсені түнде маған шабыт келетін еді, мен түнде жазатынмын. Сонымен мен түнімен жұмыс жасағаннан кейін таңда, соответственно, мен ерте тұра алмай жүрдім көп уақыт. Қазіргі кезге дейін 2020 мен 25 жылдың арасында мен таңда тұруымды қойдым. Дәл солай мен уже кітап оқуымда азая бастады. Себебі менің өмірімде көп фокус саморазвитиеге емес, ақша табуға кетті. Тіпті сен көп ақша тапқың келсе, негізі көп кітапта оқудың қажеті жоқ та, шын мәнінде ше. Сенің фокусың ақша табуда болса, және дұрыс инструменттерді қолдануда болса, сен сол жақпен өсе бересің. Бірақ мен қазір өмірімнің қазіргі кезеңде сезіп жатырмын, қайтадан, бала босанғаннан кейін өзімді қайтадан жаңа әлемге келген адамша сезінемін. Мен қайтадан таңғы тұрыстарымды және кітап оқуымды қолға алып жатырмын. Дәл қазір мен экстремальный тайм менеджмент деген кітапты оқып жатырмын. Өзіме өте қатты ұнап жатыр. Дәл солай мен сіздерге қандай кітаптарды кеңес беремін. Экстремальный тайм менеджментті оқыңыз. Жалпы сіз өзіңізбен жай ғана бүгін мини-свидание жасаңызшы дегім келеді. Мини-свидание ол там барып, кино көру, өзіңді киноға алып бару емес, жоқ. Жай ғана өзіңізбен 10-15 минут өзіңіз және блокнотыңыз ғана отырыңыз да, мен неге қызғамын деген сұрақты өзіңізге қойыңызшы.
Мен нені оқығанды ұнатамын. Мен ютубқа кіргенде көбінесе нені қараймын, қандай каналдарды қараймын. Мен инстаграмда көп кімді көріп жүрмін. Сол нәрсені қарап шығыңыз. Сізге топ өзіңіздің 5 блогеріңізді, топ 5 ютуб каналыңызды қараңыз да, содан сіздің қызығушылығыңызды негізі байқауға болады. Егер сіз көп подкаст көрсеңіз, мысалға маған, оказывается, жаңағы кітап маған көрсетті ғой. Мен, оказывается, жаңағы өзім жайлы тақырыптардағы кітаптарды жақсы көретінімді. Дәл солай біз бірінші сіздің түсініп алуымыз керек, қай тақырыпты жақсы көретініңізді. Қатты ақша тақырыбында нәрселерді оқығанды ұнатасыз ба? Ақшаға байланысты бірдеңелерді күнде көресіз ба? Ерте тұруға байланысты каналдарды көп қарайсыз ба? Немесе бір блогерлердің каналын көп қарайсыз ба? Соны қараңыз да, және дәл соған сәйкес келетін кітаптарды оқып бастаңызшы дегім келеді. К себе нежно деген кітапты оқыңыз дегім келеді. Егер сіз психологияға қызықсаңыз, мысалға, маған өте қатты ұнайтын кітаптардың бірі. Егер ақшаға байланысты қызығатын болсаңыз, «Самый богатый человек в Вавилоне», да, ең базовый, Роберт Кийосакидің «Богатый папа, бедный папа», солардан бастаңыз дегім келеді. Және өте жеңіл тілде оқылатындардан бастаңыз. Осылар жеңіл кітаптар. Және Луиза Хей. Көп рахмет жауабыңызға. Енді бізде көбімізде бала кезімізде осындай болатын: 8:00 тұру, 8:15 тамақ ішу, 8:30 киімімді киіп мектепке шығу, 9:00 сабақ басталады деп өзімізге сондай қылып жазатынбыз. Бірақ соны іс жүзінде кейбір кезде орындамайтынбыз. Сондай жоспар әрбірінде болды ғой деп, Threadsте болсын, TikTokта болсын, көп адам әзілдеп жатады ғой. Бірақ сіздің оқиғаңызда бұндай емес. Сіздің оқиғаңызда керісінше өз-өзіңізді қамшылап, өз-өзіңізді алға жетелеп, осы бір арман мақсаттарыңызға ұмтылғаныңыз өте қуантарлық. Мен мысалға айтып жатырмын ғой, 1 жылдың көлемінде ұйқыдан тұрдым деп. Мен өте жақсы өзімнің тұрған күндерім есімде. Бірақ менің де тұрмаған күндерім болды. Но мен ол нәрселер есімде емес. Себебі мен кішкентай кезімнен мен өзімнің жаман жасай алмаған нәрселеріме фокус қоймадым. Қазір де солай. Мен идеалды мама емеспін. Мен идеалды жұмыс жасамаймын. Бірақ мен тек өзімнің тұра алмаған күндеріме, жасамаған жұмыстарыма, істемеген сөздеріме ғана фокус қойып, Лаура, сен үйтпедің, Лаура, сен бүйтпедің, Лаура, сен бүгін тұрмадың, мынаны істемедің деген нәрсеге мен фокус қоймаймын. Мен істеген күндеріме фокус қоямын. Мен сол күндеріммен мақтанам. Және де, мысалға, біз тіс жуамыз, мысалы, иногда болатын шығар тіс жууды да ұмытып кететін күндер. Сен тіпті базовый тіс жууды ұмытып тұрған кезіңде, қалай сен таңертең күнделікті ерте тұруды өзіңнен талап ете аласың. Біздің тұра алмайтын күндеріміз де болады. Және оларға да нормально қарау керек. И как ни в чем не бывало, бір күн тұра алмасаң, екінші күні тұрып, қайтадан жасап кете беру керек. Басты мен кеше тұрмадым ғой деп, бүгін одан кейін қалдыра берудің қажеті жоқ та. Бізде көбінесе осы ғой. Мен тұрмаған күндеріме емес, тұрған күндеріме фокус қоям. Сіздің айтқан сөзіңізден мен осындай бір ойды түсініп отырмын. Егер сен жақсы нәрсеге көбірек фокус бөлсең, сол жақсы нәрсе сенің өміріңде көбейе түседі. Енді сіздің өміріңізде менің пайымдауымша жақсы жетістіктер көп. Мен жетістік деген сөзді өте көп айтып жатырмын осы подкастта. Өйткені студенттер біздің подкастты көретін, сізді жетістікке жеткен адам ретінде таниды. Сіз айтып жатсыз, мен психологияны оқыдым, өз-өзіме анализ жасайтынмын, көп ойланатынмын, ерте тұратынмын деген сияқты. Енді одан бөлек сіз армандарыңызды қалай шындыққа айналдырдыңыз? Жетістік деп отырған дүниеңіз мүмкін менің материалды жеткен жетістіктерімді айтып отырған шығарсыз, Жаңа мен ата-анама коттедж алып беруім, 2 ата-анама да машина алып беруім, өзіме қазір BMW автокөлігін алуым, Адам сырттан көріп, оны материалды жетістік деп қабылдайды. Менің өзіме жетістік деп қабылдаймын, дегенмен ол дүниелерді мен былай пайымдаймын. Маған өмірде барлық нәрсені жасау өте жеңіл. Мен сол нәрсеге сенемін. Былай болады. Егер сіз өзіңізбен қайтадан 15 минут бірге қалатын болсаңыз, телефонсыз, гаджеттарсыз, жан подругаңызсыз, просто өзіңізбен қалатын болсаңыз, сіз өзіңізге мына сұрақты қойыңызшы. Мен өзім жайлы не ойлаймын? Сол сұрақ сіздің өміріңіздегі ең кульминационный сұрақ деп айтқым келеді. Неге? Себебі сіздің өзіңіз жайлы ойыңызды мен білсем, мен сізден қандай нәтиже шығатын сосын біліп бере аламын. Әр адам түбінде өзінің ничтожественный екендігіне, немесе өзінің қолынан бәрі келетініне сенеді.
Көп адам сөзбен айтуы мүмкін, мен жетістікке жеткім келеді, мен көп ақша тапқым келеді, ата анама алып бергім келеді дейді да. Онымен сөйлесіп отырғанда түбінде ол өзіне сенбейді. Өзіне сену деген ол мен істей аламын емес. Өзіне сену ол внутренне, неосознанно, бейсаналы түрде сен бар жақсыға өзіңнің лайық екеніңді, өзіңнің армандарыңды орындай алатыныңа сену. Ол нәрсені бізге қазір мен күшті пайымдап осы дүниені қатты барлық адамға жеткізгім келеді. Себебі сен түбінде неге сенсең, сол нәрсе орындалады. Түбінде сен мен оған лайық емеспін деген кішігірім сенімің болса, өмір саған оған лайық емес екеніңді көрсетеді. Ал менде кішкентай кезімнен мен бай боламын деген сенім бар. Мен білмеймін қалай байитынымды, мен білмеймін курс сатып табамын ба ақшаны, немесе бизнес ашып табамын ба, білмеймін. Бірақ мен бай болатыныма сенем. Байлықтың көп екендігіне сенем. Және әлем маған соған подтверждение береді. Әрдайым біз мына нәрсені түсінуіміз керек деп ойлаймын. Егер сен өзіңнің қолыңнан ештеңе келмейтініне внутренне сеніп отырсаң, внутренне сен өз-өзіңе сенбесең, әлемнің барлығы саған қарсы болады. Дәл солай қазір мына жерде бір маңызды ойды айтқым келіп отыр, бірақ бір жеткізе алмай отырмын, бар ғой. Мынандай бір Төреғалидың өлеңі бар. Ойнау керек өмірде жақсы адамның рөлінде деп айтады сол жерін. Мен сол өлеңді қатты жақсы көремін. Қандай мағына береді деп ойлайсыз? Ойнау керек өмірде жақсы адамның рөлінде. Жалпы өмір деген ол үлкен бір ойын сияқты деп ойлаймын. Және ол ойында сен жетістікке жететініңе сенімді болсаң, жалпы жетістік деп айтпай қойыншы, жалпы бұл өмірде сен бар жақсыға лайық екеніңді сезетін болсаң, онда сен өзің де жақсы адам боласың. Және сен қоғамға жақсы әрекет жасасаң, қоғам да саған сәйкесінше сол жақсылықты қайтарады деп ойлаймын. Және сен түбінде осы өмірде өзіңнің белгілі бір орныңды табасың деген ойдамын. Бірақ бұл қоғамда жақсы адамдар негізі өте көп. Жақсылық жасайтын адамдар өте көп. Бірақ менің өзімнің де айналамда пайымдауымша, наоборот, көп жақсы адамдарды пайдаланады ғой. Наоборот, үндемейтін адамдарды басады. Мінезі өте жайсаң адамдарды тыңдамайды да. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем деп жатады ғой. Солай. Бұл әнде мынандай философия бар да. Ойнау керек өмірде жақсы адамның рөлінде. Біз тікелей түсініп, жақсы адамның рөлінде ойнаймыз. Мен сізге жақсы болып көрінуге тырысуым мүмкін. Мен группаластарыма жақсы болып көрінуге тырысуым мүмкін. Мен ата-анама жақсы бала болып көрінуге тырысуым мүмкін. Бірақ бұл стратегия түбінде құрбандық қалып барады. Ешқандай жақсылық қалып бармайды. Сен ең бірінші орында өзің үшін сен жақсы адам болу керексің. Өзіңе деген көзқарасың сенің жақсы болу керек. Біз өзіміздің жан досымызға қолымыздағы бәрін бере салуға дайынбыз. Оған всегда мотивация, сен қолыңнан келеді дейміз да. Өзімізге келгенде, ой, черт. Сен деп жатсың ба мынаны? Қоя саш, Лаура, қоя саш. Біз өзімізді осылай іштей жейміз ғой. Біз өзімізге келгенде жақсы адамның рөлінде болмасақ, бұл әлем бізге ешқашан жақсы болмайды. Және шын мәнінде өзіне жақсы рөлде бола алмаған адам, ол ешқашан өзгеге де жақсы рөлде бола алмайды. Сондықтан да ол көп өзін жертвовать етеді. Біздің ата-аналарымыз да, мен арманымнан бас тарттым сендер үшін дейді. Бірақ бізге арманынан бас тартқан ана емес, бізге бақытты ана керек қой. Бізге өзі толыққанды ана керек қой. Сол толыққандылықты көргенде біз, мүмкін сізге де таныс ол сезім. Папаң мен мамаң күшті болып әңгіме айтып, сондай бір-бірімен прикол ұстап жүрсе, сен өзіңді бақытты сезінесің да. Сенің мамаң сенің алдыңа түсіп бірдеңе істеп жатқанда бақытты сезінбейсің. Дәл солай бүкіл адам бұл жерде, мен бұны мүмкін здоровый эгоизм деп те атаймын да. Здоровый эгоизмді қосу керек. Саған жақсы болу керек. Бірінші очередь. Сен өзіңе жақсы қарау керексің бірінші очередь. Сен өзіңнің жеңіске жететініңе сену керексің. Сен өзіңнің бар жақсыға лайық екеніңді сезіну керексің. Және біз ойлаймыз, мен хорошо бүйтеді адамдар мысалы, мүмкін осы подкастты қарап отырған мектеп бітірушілер де бар шығар. Мен өзімді бар жақсыға лайық санаймын.
мен грантқа түсемін, мен грантқа түсемін, мен грантқа түсемін дейді да. Әл-Фараби 125 балл, 140 балл деп солай аффирмация айтады, иә. Ертең түсе алмай қалды. Сонда сен ойлайсың ба? Жоқ, сен негізі жақсылыққа лайық емессің, сен чортсың деп сосын өзіңе пайымдама жасайсың ба? Жоқ. Бұл жеңіс пен жеңіліс деген біз өте үлкен сол нәрселерге мән мен мағына салып қойдық та. Хотя шын мәнінде жеңіс пен жеңіліс ол процестің бір бөлігі. Егер сенде қолыңызға мен 100 шар берсем сізге, айтам, сол 100 шардың барлығын жарып көр деймін. Бірақ ішінде біреуінен өте керемет нәрсе шығады десем, сіз сол 100 попытканың бәрін пайдаланасыз. Дұрыс па? 99 рет шықпаса да сіз сеніп тұрсыз ғой біреуінде бар екендігіне. Сіз 100-шісін жармағанша бүкіл шарды жарасыз. Ал өмірде біз үйтіп 100 шаг жасамаймыз. Біз бір шаг жасаймыз, грантқа түсе алмай қалдық, сосын болды, біз жеңілдік деп отырамыз да былай. Сондықтан да сен қандай өмірдің жағдайы келіп атсаң да, қазір бір мүмкін сен жеңілістемін деп ойлап отырсаң да, жақсылыққа үмітіңді үзбесең, жақсылыққа сенің өміріңде болатынына сенсең, сенің өміріңде жақсылық 100% болады. Түсінікті, көп рахмет. Ал адам өзін осы жақсылыққа сенуге қалай үйретсе болады? Мысалы, барлық адамның миында көптеген программалар бар. Енді психологияда да айтады ғой, біздің миымыз бір программаға сеніп қалған. Кішкентай кезімізде бір программа көрдік. Мысалы, анамыз қанша тырысты, бірақ бәрібір соңында өзінің қалағанына жете алған жоқ деген сияқты. Немесе сен өзіңнің бір әпкеңнің, туысқаныңның белгілі бір өміріндегі бір әрекеттерді көрдің, оның қолынан келген жоқ, және сен осы программаны өзіңе қабылдап алдың. Және сенің миыңда қазір сондай бір установка бар. Мен қанша тырыссам да, менің бизнесімді бір дөкейлер тартып алады, немесе білмеймін, мен қаншалықты өзімді жақсы көрсем де, менде осындай дүние болып қалады деген сияқты әрбір адамның ойында бір программа болуы мүмкін. Осы программадан қалай құтылуға болады деп ойлайсыз? Ең бірінші, маған өте қатты өзіме инсайт болған дүние. Біз қазір өмірде кішкене жеңілісте жүргеннен кейін адамдар неге деген сұрақтың жауабын іздеп бастайды. Сосын ата-анасымен бір травмасын тауып алады. Кезінде мені қатты жақсы көрмепті. Кезінде маған осылай көңіл бөлмепті. Кезінде маған ей депті. Мен содан даусымды шығаруға ұялып қалдым деген секілді дүниелер табады да. Иә, оның бәрінің орны бар шығар. Бірақ мен былай айтқым келеді. Кез келген жетістікке жеткен қазіргі кезде танымалдау адамның биографиясын қайтадан оқып қарайтын болсаңыздар, олар тіпті сіздікінен хуже жағдайларда көбінесе өмір сүреді. Зорлық зомбылыққа ұшырайды, насилиеге ұшырайды кішкентай. Луиза Хейдің өзі насилиеге ұшырағанда. Бұл жерде осы кезде сіздің миыңызға құйып алуыңыз керек нәрсе, сіздің қазір жолыңыздың болмай жатқанына ата-анаңыздың бір травмасының әсері емес. Қазіргі бір болып жатқан сырттағы форс-мажорный ситуациялардың әсері емес. Жай сізде болды осы ситуация. Оның неге менімен болды деп түбінде іздеудің қажеті жоқ дегім келеді. Сіз не істеуіңіз керек? Сізде жетістікке жетуге 100% мүмкіндіктің бәрі бар. Сіз дәл қазір отырған жеріңізде өзіңізден зависеть ететін, сізге байланысты амалдарды жасауыңыз керек қайтадан. Егер сіз іздеп отыратын болсаңыз, кінәні әкеңізден, анаңыздан, травмалардан өте қатты қаза беруге болады. Психотерапияға да орын бар, я мен оны түсінемін. Бірақ кейде бірдеңені қазудың орнына жай ғана жасай беру керек. Себебі әр жасаған сайын біз опыт аламыз, тәжірибе аламыз. Ол тәжірибе біздің санамызды аша береді. Ол тәжірибе бізді есейте береді. Сол есейгеннің әсерінен сен тұжырымдама жасап үйренесің өмірде. Бұл өмірдегі ең керемет алатын сабағымыз біздің ол көбірек қателесу ғой. Біз өмірімізді сразу чистовикке жазғымыз келеді да. Чистовикке өмірді жазу мүмкін емес. Өмірді черновикке жазасың. Және оның кереметі де сода. Себебі идеальный нәрсе бұл өмірде болатын болса, мен оны жойып жіберемін деп жаратушының өзі де айтқанда. Қазір жетістікке жеткісі келетін адам не істеу керек? Даже сізге не үшін Лаура бүйтіп айтты, соның түпкі моралінде түсініп қажет емес. Жетістікке жеткен адамның істеген әрекеттерін бірме-бір қайталай беріңізші.
қайталай беріңіз. Ерте тұра ма? Сіз де ерте тұрыңыз. Мынандай кітапты оқимын дей ма? Сол кітапты оқып көріңіз. Ол мынандай стористар салып жатыр ма? Егер қызықсаңыз сторис салуға, сіз де салып көріңіз. И солай сіз әртүрлі әрекетті көзіңіз жұмып балаша жасай беру арқылы өзіңізге керек 1-2 связканы табасыз. Өзіңізге керек 1-2 сіздің жолыңызда, өмірлік жолыңызда жұмыс жасайтын, сізге нәтиже беретін әрекеттерді табасыз. Міне осыдан тұрады. Маған енді қызық, сіз связка деп қалдыңыз, ал сіздің өміріңіздегі осы связкалар қандай? Сіз қай связкаларды пайдалану арқылы өзіңіздің, жаңа айтып жатырмын ғой, мақсаттарыңызды шындыққа айналдырасыз? Мәселен, қазір мен ойлап отырмын, біз студенттер көріп отыр деп, ол студенттердің ішінде бәлкім өзінің қаламаған мамандығына түскендер бар, бәлкім өзінің қаласынан жыраққа оқуға кеткендер бар. Сол студенттерге бір мотивация болсын, соларға біз айтып берсеңіз өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізді. Дәл қазір мен қайтадан бұл шығарымның практикалық болғанын қалаймын. Сондықтан отырыңыз да, сіз студент болсаңыз, жазыңыз. Мен қайда оқып жатырмын? Мен бұл мамандыққа түскім келді ме? Мен болашағымды қалай көремін? Менің студенттік өмірім қалай өтіп жатыр? Деген сұрақтарға өзіңізге жауап беріңіз. Егер сіздің жауабыңызда білейін, маған бұл мамандық мүлде ұнамайды. Мамам түстегеннен кейін түсе салдым. Ата-анама ауырлық салмайын деп грант болғаннан кейін оқи салдым. Білейін, білмеймін, көреміз енді. Деген жауаптар болатын болса, және сіз сол жауапты ішіңізден қазір шығып тұрса, сіз түсініңіз, сіз қазір өміріңіздің авторы болып жатқан жоқсыз да. Әлі сіздің өміріңізде болып жатқан ситуацияларға сіз бастық болмадыңыз. Сіз әлі мамаңыз сіздің өміріңіздің ситуацияларының бастығы деп ойлап тұрсыз. Анау бастық деп ойлап тұрсыз да. Мама айтқаннан кейін түсе салдым ғой енді, деген секілді ше. Ондай адам жетістікке ешқашан жетпейді. Себебі бұл өмірде Құдайдың жоспары бар. Құдай сенің дәл қазір осы жерде болғаныңды ең хайырлы сен үшін жол деп саған таңдады. Бірақ сен онымен келіспей тұрсың іштей. Мамаң жібере салды ғой сені. Анда түсе салдың ғой. Негізі мен вообще биші болғым келген. Саған кім қазір тосқауыл қойып жатыр? Жарайды, педагогикалық мамандықта оқисың, бимен айналысуға, биге байланысты блог жүргізуге. Саған кім тосқауыл қойып тұр? Ешкім. Бірақ кім жасамай жатыр? Сен жасамай жатырсың. Кім кінәлі? Сен кінәлісің. Еще жетістікке жеткің келеді да. Міне. Сіз түсінуіңіз керек. Сіз қазір өзіңіздің ішкі кішкентай бала секілді ренжіп біреуге отырсаңыз, мамандығыңыз ұнамаса, грантқа түсе алмай қалсаңыз, немесе тіпті иногда Құдайды да кінәлайды ғой. Мен сонша оқыдым, бірақ ана оқымаған Сералиев түсіп кетті. Мен түсе алмай қалдым. Сен Сералиевтің өмірін білмейсің. Сен Сералиевке Құдай не дайындағанын білмейсің. Оның қалай дайындалғанын білмейсің, оның аяқ киімімен сен оның жолын жүріп өткен жоқсың. Неге сен көзің көріп тұрған нәрсемен өзіңді салыстырып отырсың? Сен сонда Құдайдың жоспарын дұрыс емес деп отырсың да. Бұл өте ауыр күнә ғой. Дәл солай, дәл қазір сіз өзіңіздің өміріңізде қандай нәрсе бар? Менің өмірім қатты өзгерді. Тіпті мен әкем маған дипломыңды алмасаң, сен үйге қайтпа дейді маған. Сен маған керек емессің деп айтады. Мен сол кезде маған ең жақын деп тұрған адам мені осылай қабылдамаса, мен басқа кімге керекпін деген түсінік мені қатты өзгертті. Себебі сол кезде мен өзімнің өмірімнің бастығы бола бастадым. Өзімнің өмірімнің авторы бола бастадым. Қазір андай күшті естілетін шығар, бірақ қолымда мен лимон болды ғой енді, Петропавловск, это серый город, там все разговаривают на русском, да еще в целом там делать нечего, да, я хочу тусоваться в Алмате деген тема ғой енді. Мен ренжіп жүрмін ғой сол жаққа түспегеніме. Мен түсіндім да, мен ұзақ уақытты жоғалтып алуыма болады, вот ана жаққа барғанда өмірім өзгереді, вот Алматыға жеткенде мен мынандай болып бастаймын десем, өмірімді өтіп бара жатыр. И сол кезде мен тұрамын да, Алматыда қалай сүретін едім, сол өмірімді Петропавловскта сүріп бастаймын. Мен блогымды сол жақта жүргізіп бастаймын. Мен СММмен сол жақта айналысып бастаймын. Мен дебаттарға қатысып, волейболға қатысып, активист сол жақта болып бастаймын. Маған қызық, енді сіз Петропавлда мен СММге келдім дейсіз. Ол шамамен қай жылдар?
2019. 2019 жылдар. Сол кезде сіз кімнен білім алдыңыз, қалай білім алдыңыз, жалпы осы жолды не себеп таңдадыңыз? Сізге не қызық болды осы SMM саласында? Осы жерде мен бірінші айтқым келіп отыратыны, мен өзім орыс тілін кішкентай кезімнен өте жақсы жіттік білемін, және тіпті орыс тілін білгенімнің өзі маған өте қатты өмірімде көмектесті. Қалай? Сен неғұрлым көп тілді білесің, сіз ағылшын тілін білсеңіз, сіздің мына әлемге достығыңыз бар деген сөз. Мен орыс тілінде ақпарат қазақ тіліне қарағанда 3 есе, 4 есе көп. Ағылшын тілінде 10 есе көп. Мен тек кішкентай кезімнен орысша ақпараттарды оқитынмын. Саморазвитие жаңағы өзім айтып жатқан, иә. Дәл солай мен маркетинг, SMM, social media маркетинг деген дүниенің бәрін мен орыстың блогерлерінен көрдім. Мен сонау 2018-ден бастап орыстың блогерлерінің бәріне подписаться етіп, мен қазақтарды мүлде қарамайтынмын. Бұл жерде ұнамайды бірдеңе емес, жай ғана маған солар қызықтың себебі олар андай күшті қып жүргізетін, олар үлкен пост жазатын еді, какого парня я себе хочу, что я делаю, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя дегендерді оқу маған қызық болатын. Мен соларды көре бердім. Мен өзімді сондай информациямен толтырып тастағаннан кейін мен басқа жаққа көңілімді бұра алмадым. Сенің қазір өзің айналаңа қараш, сен отырған кезде бір андай развлекательный шоуларды ғана көре берсең, айналып келіп, анау ананың жігіті екен, мынау мынаның күйеуі екен деген бағдарламаларды көре берсең, сенің ой өрісің одан артық қай жаққа барады? Былай қарағанда, бүйтеді да, адамды жоқ қылып жіберу үшін оның алдынан новостной каналды көп шығара беру керек дейді. Менің мысалға алдымнан, сенесіз ба, мүлдем Инстаграмда ешқандай да новостьтар шықпайды. Себебі новость шықса, біреуді өлтіріп кетіпті, бірдеңе болып кетіпті деп, я это игнорирую, я это блокирую, мен бірден этот контент мне не интересен дегенді басам. Себебі мен сол нәрсемен өзімнің аурамды, айналамды толтырғым келмейді, лентамды толтырғым келмейді. Мен тек маған қызық адамдарды, маған шабыт беретін адамды, менің ролевая модельдерімді көремін. Мен сондай контентті қараймын. Маған тек американский контент шығады қазіргі кезде. Сондықтан да мен қазір ииді алып келіп жатырмын. Себебі осыда будущее келе жатыр. Дәл солай егер сен қазір, ой, анау анамен жүріп кетіпті ғой, ойбай, мынау бір баласымен мынаны тастап кетіпті деген информациялар саған қатты қызық болса, соны ғана көре берсең, сенің ой өрісің одан артыққа бармайды. Ал сен неғұрлым әлемдегі жақсы жаңалықтарды көп көрсең, мотивация беретін жаңалықтарды көп көрсең, сол нәрсе сенің өзі ақ мышлениеңді, масштабыңды кеңейте береді. Түсінікті. Мына подкасттан алған өзіме болсын, көрермендерге болсын, алған ең керемет ойдың бірі деп ойлаймын. Яғни сен өзіңнің инфополіңді өзің басқарасың. Яғни не көргің келеді, сен сол дүниені өзің басқаруың керек. Өз өміріңе өзің басшы болуың керек, және басқа біреуді кінәламауың керек деген ой, менің ойымша тек маған ғана емес, мына жерде видеографтар отыр, тек оларға ғана емес, барша көрерменге ерекше әсер етеді деген ойдамын. Енді сіз жаңа айтып Қазір осы жерде біреуін қоссам болады ма? Қарапайым мысал осыған байланысты, иә. Сен ауру адамның қасында отырсаң, ол түшкірсе, саған жұғады ғой. Дәл солай информация, дәл солай жұғады саған күнделікті. Сен байқамай өзіңе қандай ауруларды жұғытып жатсың. Дәл солай мысалға сен бай адамның қасында болсаң, сен байқамайсың, бірақ сенің ой өрісің күнделікті кеңейе береді. Өсек төсек айтатын адамдардың қасында жүретін болсаң, күнделікті сенің ой өрісің соған қарай кеңейе береді, өсекті жақсырақ айта бастайсың деген секілді ғой. Түсінікті. Енді сіз жаңа айтып жатсыз, мен сол үшін ииді алып келіп жатырмын деп. Оның алдында мен өзім де айтып кеттім, сіз SMM-ді алып келдіңіз, қазақ нарығына запускты алып келдіңіз деп, алып келгендердің бірі болдыңыз, алғашқылардың бірі болдыңыз деп. Енді өзіңізді трендсеттер деп танимыз. Енді осы бір дүние сізге қайдан келді, және осы дүниені сіз қалай дамытасыз? Қалай сіздің бойыңызда трендтерді алдын ала білу және байқау деген дүние бар? Менде өте жақсы дамыған қабілеттердің бірі ол интуитивный маркетинг. Мен интуициямен қандай әрекеттерді дәл қазір жасау керек? 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін осы нарықта болу үшін деген сұрақты өзіме қоямын. Мен мақсат қойғанда, мен мысалға 1 жылдық мақсат деп қоймаймын ешқашан. Мен қазір егер өзімді 2028 жылда қай жерде болатынымды примерно көрмесем, мен бос өмір сүріп жүрмін деген сөз. Сіз егер қазір өзіңіздің 2026 жылы не істейтініңізбен, минимум 2026 жылы не істейтініңізбен шаруаңыз әлі болмаса, мен сізге нәрсе айтамын, сіз кешіктіңіз. Сіз көп нәрседен кешігіп қалдыңыз. Себебі ондай план қоятын уақыт ол 1 январь емес. Әрдайым менде қазір былай бөлем.
3 жыл, 5 жыл, 10 жыл. Мен бір жылда мүлдем өзіме жоспар қоймаймын. Мен 3 жылға, 5 жылға, 10 жылға қоям. Және мен материальный жоспар қоймаймын. Мысалға мен, сенесіз бе? Мен ата-анама коттедж алып беретінді мен жоспарламағанмын. Мен қазір BMW машинамен жүретінді мен жоспарламағанмын. Ал енді қалай бұл менде болып жатыр деген қызық нәрсе болатын шығар. Себебі айтады ғой, егер сен точный 25 миллион, 35 миллион деп жазбасаң, түсіне дейін жазбасаң, ол саған келмейді дейді ғой. Маған келіп жатыр почему-то. Қалай келіп жатыр? Себебі мен былай отырам. Қазір еще чат GPT, искусственный интеллект бар. Чат GPT мен сөйлесіңіздер. Ол былай. Қалай сізге коррекциялауға көмектеседі? Мен өзімнің 10 жылдығымды көрем. Мен 10 жылдықта өзімнің қандай тұлға, қандай проекттерім бар, қай бағыттағы адам екенімді түсінгенде, мен сол стратегиядан отталкиваться етіп, сол жаққа бару үшін бүгін жасауым керек әрекеттерімді жоспарлаймын да. Ал ойлаңызшы, менің точка Б 10 жылдан кейінгі мен болып тұрмын да. Ал сіздің точка Б-ңіз 5 миллиондық чанган болуы мүмкін, например, да. Мысалы, қарапайым айтып жатырмын. 5 миллиондық чанган деп қойдыңыз делік, иә. Сіз 5 миллиондық чанганға жетесіз, мен сенімдімін. Еңбектенсеңіз, дұрыс әрекет жасасаңыз. А одан кейін не? Сіз қазір сол 5 миллиондық чанганға жету үшін әрекеттерді күнде жасайсыз ғой жету үшін. А мен 10 жылдықтағы Лаураға жету үшін әрекеттерді жасаймын да. И соның бойында, осы жолдың бойында менде материальный дүние өзімен өзі ақ Құдайдың көмегімен келеді, я. Мен мысалға қалай көрем? Мен отырамын да, чат GPT-мен сөйлесем. Менде қазір не бар, мен соны жазам. Жетістіктерімді, морально, материально, істегендерім. Дәл солай сіз қазір, сіз де жазыңыз, сіздің грантта оқитын өзі, ол сіздің жетістігіңіз, бағытыңызды бәрін айтыңыз да. И какой ты видишь мой путь через 5 лет и через 10 лет? Куда мне нужно смотреть деген сұрақты қойыңыз. Мен мысалға 10 жылдан кейін мен өзімді қалай көрем? Я? Спойлермен бөлісейін деп ше. Менде Лаула Foundation деген өте үлкен қыздарды ауылдан, өзім секілді ауылдан шыққан қыздарды грантпен қамтамасыз ететін өте үлкен мен осындай фондым бар. Одан кейін мен Дубайдан квартира алғым келеді. Ол 10 жылдық емес, ол даже 3 жылдық, 5 жылдықтың ішінде тұр менде. Материальный ценность деген секілді. Одан бөлек мен Netflixке сериал түсіргім келеді. Netflix сатып алу керек менің сериалымды. Енді ойлаңызшы, қазір мен Netflix менің сериалымды 5 жылдықтың ішінде алуы керек, 10 жылдықтың ішінде алуы керек деген ой менде болған кезде, ойлаңызшы, мен 20 миллиондық BMW үшін сонша бітіп тыраштанамын ба? Менің ойым ана жақта. Бірақ мен қазіргі кезбен өмір сүремін, я. Бірақ мен соған сай, мен YouTube арнамды дамытамын. Соған сай мен кино режиссерлармен көп кездесемін. Сол жаққа қарай бара жатырмын да. Дәл солай сізді түбінде мотивировать ететін дүниелерді сіз түсінуіңіз керек. Өміріңіздің үлкен главный якорьлары болу керек та сол. 30 жаста өзіңді қалай көресің? 35 жаста қалай көресің? 25 или 27 жаста деген секілді. Содан отталкиваться етіп, қазір енді мен со жаққа баруым үшін бүгін кішігірім болсын қандай әрекет мен жасай аламын. Осы жерде тағы бір сұрақ қойғым келіп кетті. Сіз айтып жатсыз ғой, міне осылай әрбір әрекетімді саралап айтамын және ең соңында 10 жылдыққа өзіме үлкен шабыттандыратын мақсат қоям деп. Бұл дүние OKR деп аталады және барлық танымал әлемдік кәсіпкерлер осы бір жүйені қолданады. Шабыттандыратын адам тіпті белгілі бір деңгейде сенбейтін жоспарларын алдағы 10 жылдыққа жоспарлап қояды. Енді осының ішінде мен көп қазақтардың жасайтын қателігін байқап жатырмын. Біз көбіне пәтер аламыз деген кезде шамамен бір 40 миллион пәтерін аламыз деген сияқты өзімізге шектеулер қойып тастаймыз. Мәселен, докторантураға түсем деген мақсат қоймаймыз, себебі біз ойлаймыз, докторантураға түсу қиын, мен түсе алмаймын, магистратурамен тоқтаймын деген сияқты өзімізге шектеулер қоямыз. Және осы бір шектеулерді алып тастау үшін осындай үлкен шабыттандыратын мақсаттар қою керек дегеніңіз, менің ойымша оқырмандар үшін өте бір керемет ақпарат деп ойлаймын. Сен өзің ойлашы, сен сонда өмір бойы бір пәтер алу үшін өмір сүріп жатсың ба? Осы ойдың өзі қандай қорқынышты. Содан соң өмір аяқталып қалады. Я, сен егер бүкіл өміріңнің мәні етіп қазір бір пәтер алуды қойып жатсаң, сен сонда мына әлемге
не үшін келдің? Сен ертең былай қарағанда өлесің де ғой, сонда сол пәтеріңде қалады ғой одан кейін. Сен үлкен өзіңнің бір орныңды қалдырып кеткің келмей ма? Сені де Құдай бір ерекше қылып жаратты ғой. Сенің де бір басқа адамдарда жоқ бір қабілетің бар ғой. Неге соны үлкен қылып ашпасқа? Мен мысалы қазір айтып жатырмын, иә, мысалы мен Netflix-қа кино түсіргім келеді деп. Возможно, мен оны 10 жылдан кейін түсірмеймін да, мүмкін мен ол мақсатымды орындамаймын. Бірақ сол менің мышлениемді кеңейткенімнің өзі маған одан кемірек нәтижеге жеткізеді деп ойламаймын. Кішкене маған хайырлы жолға Құдай алып кететін шығар мүмкін да. Бірақ мен якорьді қойып жатырмын да, сол жаққа қарай. Масштабты қойып жатырмын. Если мен масштаб қылып даже 200 миллиондық таунхаусты қойсам, мен қара басымды ғана қойып тұрмын ғой. Маған қара басымды ғана олай таунхауста тұрғызу қызық емес. Ал осындай алып мақсаттар қоя білу үшін не істеу керек? Ең біріншісі, сен осы түрмеден шығу керексің. Барлығы секілді, бір квартирам болса, бір машинам болса, болды деген, бұл түрме негізі. Сол түрмеден шығу керексің. Осы бағытта біздің ата-анамыздың осы бағытта ойланды ғой оларда. Бізге осы базовый потребностьті жабу жолында қанша еңбектенді. Бірақ ата-анамыздың туған заманы тым бөлек. Ол заманда свет болмады, газ болмады. Біздің туған заманда ол нәрсенің барлығы бар. Және сен егер бір машина, бір квартира деген мақсатпен ғана өмір сүретін болсаң, сен ертең 20-30 жылдан кейін әлем бұдан қатты өзгеріп кетеді. Қазір әр поколение сайын біз білмейміз, енді телефонмен өсіп жатқан поколение біз енді көреміз. Олар бізден продвинутый болады да. Осы жерде мен мынандай күшті ой айтқым келіп тұр. Мені жаңа үлкен мақсаттар қоюға не шабыт береді дейсіз ғой? Я хочу быть в тренде. А как это быть в тренде? Сіз қазір ата-анаңызбен өзіңіздің осындай алып армандарыңызбен бөлісесіз ба? Көбінесе менің ойымша жоқ. Себебі біздің ата-анамыз оны түсінбейді. Біз мен мама папам онша емес, егін емес. Жай ғана олардың миының масштабы оған жетпейді. Олар бізге сол бір квартираңды ал, машинаңды ал дегенді салып беріп жатқан солар ғой. Мен енді ертең қызым солай, мен мамам оны түсінбейді деп менмен емес, басқа бір досымен бөліскенін мен қаламаймын. Менің қызым сондай алып, миға кірмейтін идеяларын менімен бөліскенін қалаймын. Сондықтан мен в тренде болуым керек. Сондықтан мен ағылшынды үйренуім керек тез-тез. Себебі ертең біздің бұл поколение өсіріп жатқан ағылшынша сайрайтын болады. Сондықтан мен Американы барып көріп келуім керек өз көзіммен. Біз жақында жолдасымыз екеуміз виза алдық. Құдай қаласа Америка сапарына аттанайын деп жатырмыз. Тағы да көзімізді ашу үшін, Гарвардты көріп келу үшін. Іске сәт сіздерге. Мен осы ақпаратты айтқанда денем тіркеніп кетті, шынымды айтсам. Қызым менімен бір деңгейде болуы үшін деген пікірді естігенде, енді шынымды айтсам, тіпті жүрегімнің өзі елжіреп кетті. Менің ойымша, бұл өте бір көрегенділіктің белгісі сияқты. Шынымен осы ой маған қатты жүрегімді елжіретеді всегда. Сіздер байқайсыздар ма? Біз ата-анамызға звондағанда, қалайсыңдар? Алматыда погода қалай? Қостанайда погода қалай? Шымкентте жылы ма? Бізде суытып кетті. Шапкаңды киіп жүр. Цицибеле жедің ба? Деген нәрсені біз сөйлесеміз. Біз одан басқа сөйлесе алмаймыз. Біздің қазіргі студенттің любой ата-анасымен сөйлесетін уақыты 3-5 минут. Амансың ба? Тамағыңды жедің ба? Погода қалай сендерде? Оқуың жақсы ма? Болды. Мен ертең баламмен оның өмірінде не болып жатыр? Андай терең тақырыптарда сөйлескім келеді да. Сол терең тақырыпта сөйлесе алу үшін сен ең бірінші ментально өзіңді өсіру керексің да. А то ты не будешь в тренде потом, жаным, деген секілді да. Иә, одан кейін біздің де баламыз бізден қашып жүреді. Бізге өзінің арман мақсаттарын айтпайды. Мен мамам мені түсінбейді деп жүреді сосын. Иә, енді осындай алып мақсаттар қойып жатсыз, алып мақсаттарға жететіндей тфа энергияңыз да бар. Енді кейде выгоранияға түсіп жатасыз ба? Сол выгорание болып жатса, одан қалай шығасыз? Оны қалай жеңесіз? Сол жайлы айтып кете аласыз ба? Ең бірінші маңызды айтатыным, күні кеше шықтым выгораниеден. Кейде крем, кейде шрам. Чтобы вам облегчить, да. Деңіздерші. Міне, бізді Құдай бүкіл адамға плюс-минус бірдей настройкамен жаратты. Мысалы, айфонның бәрі бірдей ғой, тек кейбіреуінің, мысалға, мынада 3 камера, мынада 2 камера, мынада оранжевый деген секілді, да, 17 деген секілді. Адамдар да дәл солай. Біздің настройкамыз бір. iOS бізде вшиты бір, да. Бірақ әркімде соның әртүрлі версиясы. Сіз мысалға
выгораниеде бір кірсеңіз бір айлап жататын адам болуыңыз мүмкін. Сіздің табиғатыңыз сондай. Бір адам бар, бір апта жатады. Енді бір адам бар, кіргенін де мойындамайды. Жоқ, менде бәрі жақсы деп өтірік жақсы болып жүре береді. Мен қандай адамдардың қатарынан, если я понимаю, что сейчас мне, фигово, да, извините за такое выражение, я просто хорошо деймін. Я понимаю, мен адаммын, мен өзімнен идеалдылықты талап етпеуім керек. Мен осы жетіп келе жатқан жолымда менде бәрі күшті болып, таңертең тұрып алып отырады деп ойлайсыз ба? Жоқ, конечно. Менің де пландарым день в день отмена болады. Менің няням келмей қалады. Тағысын тағы бір дүние болып қалады. Менің көңіл күйім түсіп кетеді. Менің выручкам түсіп кетеді, да, мысалға, Или же курста бір оқушымызға обучение ұнамай жатады, келмей жатады сәйкес. Соның проблемасын шешем деген секілді. Менде де ондай ситуациялар өте көп болады. Мен оларға задача ретінде қараймын да шешуге тырысамын. Ал выгораниеге түскенде мен өзімді қатты сынамаймын. Не үшін? Ең біріншісі, сондай выгораниеге түскенде нам кажется, что мы ломаемся. Но на самом деле не мы ломаемся, а наши старые убеждения. Ломается старое я. И ол процесс әрдайым болезненный болатынын біз қабылдауымыз керек. Демек, сен выгораниедан шыққанда жаңа адам болып шығасың, 2 есе мықтырақ, 2 есе күштірек, және 2 есе өзінің құнын білетін адам болатын. Шығасың сен, Бұрынғы түсініктер саған уже сені жандырмайды да, сен не істеп отқаныңды түсінбейсің да. Наоборот, бұл керемет кезең. Себебі сені жақын аралықта жаңа смыслдар, жаңа түсініктер күтіп тұр деген сөз. Демек, выгораниеға кіріп шығу ол қорқынышты емес. Керісінше арасында кіріп шығып отыру керек. Ол өмірдің заңдылығы. Біз қазір кешке мысалға жаңбыр жауып кетсе, біз тұрып алып, неге жаңбыр жауды демейміз ғой. Біз зонтигімізді аламыз да, кете береміз. Дәл солай неге біздің организмімізде, неге біздің тұлғалығымызда бір өзгеріс болып жатса, көңіл күйіміздің түсуі, өзінен өзі бір нәрсенің ұнамай қалуы болса, біз деп қабылдай алмаймыз да. Күн мен түннің ауысуы секілді біздің де сезімдеріміздің ауысуы, біздің де кейде өмірге құштарлығымыздың артып, кейде төмендеуі ол өмірдің заңдылығы. Біз табиғаттың бір бөлшегіміз, ең құнды бөлшегіміз. Және егер біздің өзімізде өзгеріс болмаса, бұл табиғаттың өзгерісінің өзі түкке тұрғысыз да. Сондықтан да біз түсінуіміз керек. Біз табиғатпен бір жаратылғаннан кейін күз келді ма, бүкіл түсіп қалды мысалға, бүкіл қазіргі жапырақтар түсіп қалды. Біз бірақ одан мына бекер түсті ау демейміз ғой. Біз біліп тұрмыз ғой. Күннен кейін, күзден кейін қыс келеді, қыста вообще дым болмайды. Көктемде қайттан бәрі бүршік ататынына. Дәл солай өзіміздің выгораниеден кейін, апатиядан кейін одан керемет болып шығатынына біз просто сенуіміз керек. Потому что так и будет. А басқаша болуы мүмкін емес. Потому что өмірдің заңдылығы сол. Өмір алма кезек. Дәл солай. Өте күшті ақпарат болды. Мен шынымды айтсам, қазір подкастта емес, бір сізбен жеке бір сөйлесуде, сізбен бір жеке кездесіп отырған шәкірті мен ұстазы сияқты сезініп отырмын. Енді мен бірақ подкасттың одан әрі басқа да көрермендерге пайдалы болғанын қалаймын. Сол себепті тағы да бір көрермендерге қатысты, студенттерге қатысты бір керемет сұрақ қойғым келіп отыр. Енді қазір студенттердің барлығы өзін іздеп жатыр, өзіне болашақ мамандық қарастыруда, өздерін белгілі бір салада трендте болғысы келеді. Соларға қандай кеңес айтар едіңіз? Енді сіз өзіңізді жаңа айтып кеттік қой, сіз трендте жүресіз үнемі, трендтің барлығын сезесіз деген сияқты. Осы студенттерге, жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Әрине, әрқайсының қызығушылығы әртүрлі. Біреуі IT-ға қызығады, біреуі сәнге қызығады, біреуі маркетингқа деген сияқты. Бірақ солардың барлығына қандай кеңес берер едіңіз? Байқайсыздар ма, біздің ата-анаңызбен сөйлескенде айтатын еді, ой, кезінде бір мына істі жасамаппыз. Сол кезде осымен жұмыс жасағандар көп ақша тауып алды. Кезінде үйтпеппіз деп көп айтады. Әр заманның өзінің бір сол кездегі мүмкіндігі болады. Дәл солай биткоин кезінде $1 тұрған ба, қазір оның бағасын $500 мың. Представляете? Кезінде егер алсақ, біз $1 $500 мың жасайтын едік. Біз білмедік қой мүмкіндікті. Дәл солай кезінде әртүрлі жолдар біздің ата-анамыздың кезінде де болды. Бірақ өздерінің қорқыныштарының әсерінен, сенбеуінің әсерінен олар сол темаларды сол кездегі жасамады. Қазір не трендте? Дәл қазіргі кезде сондай мүмкіндік кімдерге ашылып жатыр? Блогерлерге,
инфлюенсерлерге, UGC креаторларға, искусственный интеллекттің специалисттері, фриланс деген нәрсе дәл қазіргі біздің заманымыздың осындай мұнайы. Қазір осыны пайдаланған жандар ертең 30-40-қа барғанда мен кезінде соны пайдаландым деп біз айтамыз. Сізде де бірақ соны пайдалануға мүмкіндік бар. Но сіз не істейсіз? Сіз Threads'та отырып алып, ой, Лаура Леспектің курсы онша емес, оқымаңдар, обучениесі жаман екен дегенді таңдайсыз да. Сіз бүкіл фокусыңызды жаманға қойған кезде, сенбеуге қойған кезде, осы инфобизнесмендер воздух сатады деп айтып жатады да. Жоқ, негізі. Сіз одан өзіңізге керегін ала алсаңыз, сіз өте үлкен өмірлік сабақ алып шыға аласыз да ол жақтан. Дәл солай мен айтатын едім, қазіргі кезде онлайн мамандықтар өте үлкен трендте. Өте үлкен трендте. Онлайн мамандықтар, искусственный интеллектті меңгеріңіздер. Мысалға, менде мынандай сұрақ, қазір 140 искусственный интеллектті қалай енгізіп жатыр өзінің жалпы дамуына. Қазір біз искусственный интеллектті платформаға қосып жатырмыз. Платформада жалпы 11 сынып студенттеріне арналған, 11 сынып оқушыларына арналған жеңіл бір формада болғанын қалаймыз. Олардың бір ұбт-ға дайындығы сол форматта қосып жатырмыз. Ал қазіргі таңда контентте немесе маркетингте ондай бір қатты қолданамыз деп айта алмаймын. Сіздер өте үлкен нәрсе жоғалтып жатырсыздар. Қазір маған адамдар сенбеуі мүмкін, айтады, ой, Лаура, искусственный интеллект, не ол сонда анимация ма, өтірік мультик па, киношный рилстар ма дейді да. Оданша өзің түсірген күшті емес па деп ше. Өте үлкен нәрсені жоғалтып жатырсыздар деп айтқым келеді. Себебі әлем искусственный интеллектке осы 2-3 жылдықтың ішінде өте қатты трендте болады бұл дүние. Біздің қазір қолданып жатқан Каспи алақан. Сіз ойлайсыз ба? Каспи алақан это искусственный интеллект. Это считывает сенің қолыңды. То же самое, сіз байқаған шығарсыз, Инстаграмда өзіңізге бір ұнайтын бір көйлекке лайк бассаңыз, ертең көйлек толып кетеді. Это вшитый искусственный интеллект сіздің қызығушылығыңызға қарай сізге сол товарды шығарып жатыр. Қайта Каспи десем бір рет іздедім ба, игрушки деп, маған игрушканың 1040 түрін шығара береді. Білет себебі мен сол нәрсеге қызығатынымды, сатып алатынымды. Бұның барлығы искусственный интеллект. Дәл солай кез келген өміріңнің бөлігіне, салаға искусственный интеллектті қазірден бастап енгізу қажет. И бұл болашақтағы тренд болады. Сіздер қазір искусственный интеллектті, ол не только менің обучениемді алыңыздар деген, бұл жерде мүлдем ондай идея жоқ. Бұл жерде мен сол нәрсеге қарай қараңыздаршы дегім келеді. Президентіміздің өзі соны айтады, Тоқаев, қазіргі кезде будущее за искусственным интеллектом. Біз Центральный Азиядағы ең алпауыт искусственный интеллектті өзінің өміріне, технологиясына қолданған алдағы қатарлы ел болуымыз керек деген тапсырманы береді. Дәл солай қазір өте қатты инвесторлар искусственный интеллекті бар проекттерге инвестиция жасайды. Дәл солай, мысалға, Хайксфилд деген программа бар искусственный интеллектте, оның основателі қазақ. Сол компанияны $7 миллион Фейсбукқа олар сатпады. Олар 1 миллиардқа оценивать етті. Фейсбук сол платформаны сатып алғысы келді. Бірақ болашақтың олар сезгені соншалық сатпады Фейсбуктың өзіне. Дәл солай қазір сіздер пока кезінде 2020-да маған, ой, SMM, сен не айтып отырсың деді. 2025 әлі SMM, әлі маркетинг трендте. Дәл солай искусственный интеллект ертең 5 жылдықта, 10 жылдықта өте үлкен біздің өмірімізден орын алады. Ол жойылып кетуі мүмкін емес, себебі қазір біздің туылған балдар мұнамен жүріп жүр. Туғалы білетін сияқты. Туғалы білетін. Және бұл балдарды, мысалға, менің інімнің өз жасы 12-де, енді көреміз, біз кішкентайынан телевизор көріп өскен балдардың қандай болып өсетінін енді көреміз. Бірақ мына нәрсе енді өмірден ешқашан кетпейді. Сондықтан да сіздер технология қайда дамып жатыр, сол нәрселерді сезіп, сол жаққа қарай баратын болсаңыздар, ешқашан ұтылмайсыздар, жеңілмейсіздер. Егер сіз мысалға дизайнерлікке қызығасыз, дизайнерсіз делік, искусственный интеллектпен жасаңыз сол дизайндарыңызды, 2 есе уақытыңызды үнемдейсіз, и в тренде боласыз. Дәл солай сіз мысалға прогрев жазғанда смыслдардан күштісіз ба?
искусственный интеллектпен жасаңыз оны, 2 есе уақытыңызды үнемдейсіз деген секілді. Айтишниксіз ба, искусственный интеллектті өміріңізге енгізіңіз деген секілді да, көрдіңіз ба? Бұл жерде бір бағытты ғана ұстау міндет емес та. Ол фото туралы ғана емес, ол әлемнің бүкіл мамандығы мен бүкіл сферасы. Сондықтан осы жаққа қарай фокус қойыңыздар дегім келеді. Түсінікті. Енді осы мамандықтардың 5 түрлісін атап өттіңіз, онлайн мамандықтарды атап өттіңіз. Соның ішінде блог жүргізу, инфлюенсер болу деп айттыңыз. Енді барлығы дерлік блог жүргізіп кетпейді, бірақ дегенмен де қазір енді жеке бренд деген дүниеде адамдар арасында өте танымал. Енді студенттерге жеке бренд дамытуға бастапқы кеңестеріңізді айтсаңыз. Енді олардың әрқайсысы жеке бренд дамытуға қызығатындардың саны көп емес, бірақ дегенмен де бастағысы келіп жүргендер бар. Соларға қандай кеңес айтатын едіңіз? Жалпы жеке бренд деген нәрсенің не екенін ең бірінші түсінейікші. Жеке бренд дегеніміз ол белгілі бір саланы айтқан кезде сен сол саламен ассоциироваться етесің. Мысалға SMM дегенде менің ойымша бүкілінің ойына Лаура Леспек келеді. Бұл енді өзіме көп алғаным емес, енді ассоциация ғой. Жоқ, факт. Дәл солай мысалға там, не знаю, ұбт-ға дайындық мектебі десе, ескегім келеді, 140 келеді. Міне жеке бренд деген, ол сенің инстаграмдағы подписчигіңнің саны емес. Ол сол сала айтылғанда, сол саланың сенімен ассоциациялануы. Дәл солай мысалға блогер дегенде бізге неше түрлі блогерлер ойымызға келе береді. Егер сен лайфстайл жүргізетін болсаң, сол блогерлердің арасында боласың. Ал егер сен белгілі бір бағытты таңдайтын болсаң, мысалға UGC-ді таңдайтын болсаң, қазіргі кезде сол жаққа фокус қойып, бүкіл жерінде өзіңді UGC-мен байланыстырсаң, UGC десең, ертең UGC блогер дегенде сен сразу еске келесің. Деген секілді сенің өзіңнің бір арнайы тармағың болады да. Дәл солай мысалы менің тармағым қазір искусственный интеллект, SMM ғой. Дәл солай сен осы блогты жүргізетін кезде түсінуің керексің. Сен қандай тармақты өзіңнің өміріңмен байланыстырғың келеді. Сен нені айтқан кезде ассоциацияланғың келеді, соны түсін. Дизайнды жақсы көресің ба? Хорошо. Дизайнер, блогер дегенде, давай сен еске түс. Дизайнер, креатор дегенде, давай сен еске түс. Мысалға, и сол бағытта өзіңді күнделікті әлемге көрсету, паш ету. Өзіңді сол нәрсемен байланыстыру, міне осы жеке бренд. Жеке брендіңді сен неше түрлі жолдармен дамыта аласың. Неше түрлі платформаларды дамыту арқылы дамытасың. Threads, Instagram, YouTube, TikTok. Мысалға, идеально, конечно, если сен бәрін жүргізсең. Өзіңе ұнайтын основной бір бағытты ұстап, сол бағытта жүргізсең де, ол өте керемет болады. YouTube ұнайма саған ұзақ уақыт жасайтын контент, 10-15 минут бойы түсіретін. Все, сол жаққа фокусыңды қой. Instagram бүкілін сол YouTube'ыңды дамытуға қарай фокус қылып қой. Инстаграмды хочешь, Инстаграмға фокусыңды қой. Және түсіну керексің, сен одан не алғың келеді түбінде. Мысалға, егер сен түбінде бартерге мысалға көп заттар алып, сонда күшті бартерный мысалға бартермен жұмыс жасайтын мықты маман болғың келсе, ол да тоже керемет мысалға. Блогерлердің өзі бартермен қалай жұмыс жасау керектігін көбінесе білмейді да. Дәл солай сенің бір табыс табу монетизация жолыңды көріп тұру керексің. Егер сен YouTube'тан просто просмотр үшін ақша тапқың келе ма? Яғни YouTube'қа фокус қоямыз деген секілді, я? Осы жақта YouTube'та күшті жасап жатқан 5 примерді алда, қайтала, жасап көр, қайтала. И алғашқы мен бүкіл жерге айтам. Сен Threads'қа болсын, Instagramға болсын, YouTube'қа болсын, алғашқы 100 контентіңді, 100 видеоңды, 100 рилсіңді, 100 постыңды самайынша, сен ахватқа мән берме деймін. 100 қадам жасайсың, сосын 101-шісінде біз шешеміз семен. Будем продолжать или нет? А бізде адамдар біреу салады да, бір күндерін салады. Бүгінгі менің студенттік бір күнім деп. Сосын 15 лайк жинайды да. Мен блогер боламайды екем дейді да, болды, сонымен қойып кетеді. Сонымен желі өшіп қалады. Сен 100 күн сүр сол видеоңды. Мен сосын 101-ші күні саған айтам. Жаным қоя сал или продолжай деп. Но сен 100 видео түсіргеннен кейін, сен өзің ары қарай уже тоқтай да алмай қаласың да. Чтобы протестировать идею, тебе нужно выложить 100 контента, 100 единичек контента. Сол кезде түсінікті болады. Сен дұрыс бағыттасың ба, дұрыс емес бағыттасың ба. И все. Түсінікті. Ал сіз өзіңізге контент құрастырған кезде, контент тақырыптарын қойған кезде қалай құрастырасыз? Қазіргі кезде енді мен 6 жылдық, сенесіз ба, 6 жылдық стажы бар блогер екенмін. Мен өзім таңғаламын кейде. 6 жыл бойы күнделікті рилс, пост, контент, сторис салады екенмін. Кезінде мен бәрін өзім жасадым 5 жылға дейін.
Соңғы 1 жылда менде контент команда бар. Мен контент командамен жасаймын. Ал қазіргі кезде айтатын болсақ, уже менде сценарист та бар, мобилограф та бар, түсіретін адам да бар, смысловой жағынан көмектесетін адам да бар. Ал лайф контенттерді күнделікті инсайттармен бөлісіп түсіре беремін. Лайфты өзім түсіремін. Ал осы искусственный интеллект проектінің өзі это международный проект менде. Мен орыс нарығымен жасап жатырмын қазіргі таңда. Және сол искусственный интеллект сферасындағы бүкіл контентімді мен сол партнерлармен ақылдасып бірге жасаймыз. Түсінікті, өте керемет. Мен ойымша, жалпы блог жүргіземін, парақшамды дамытып бастаймын деген студенттер үшін өте керемет кеңестер айтылды деп санаймын. Енді мен бағанадан бері бақылап отырмын. Сіз сөйлеген кезде өзіңізді өте еркін сезінесіз. Ораторлық қабілетіңіз кәдімгідей қалыптасқан және ол көрініп те тұрды. Осы бір қабілетті дамыту сізге қаншалықты оңай болды, немесе ол баяғыдан бері бар талант па сіздегі? Менің бірінші видеомды көрсеңіздер, менде әлі ол видео бар. Мүмкін салармын тағы да новый оқырмандарыма, бірақ мен былай тұрамын да: сегодня первый день, как я выкладываю сторис деп тұрмын. Ана жерде қорқынышты енді. Но бірақ мен ол Лаурантты жақсы көрем. Но мен былай айтам: сенің профессионалды тұрғыда қабілетіңнің бір салада асуы үшін сен сол салада 10.000 сағат жұмыс жасауың керек. Мен 6 жылдан бері күнделікті камераға сөйлеймін. Күнделікті ойыммен бөлісемін. Және ол мен ешқандай ораторлық курстарын оқысам, бұндай нәтижеге ала алмаушы едім. Бұл менде нағыз практикамен келген ораторлық қабілет, бірақ мен әлі де ойлаймын, мне есть куда расти. Бірақ бұл қабілет менде осы блогерлік арқылы, осы күнделікті камераға сөйлеудің арқасында дамыды. Түсінікті. Енді бұл нәрсе не үшін мен айттым? Себебі біздегі 140 комьюнити жобасында біз студенттердің әртүрлі софт скиллдарын дамытуға фокус қоямыз. Мәселен, мақсат қою, жоспарлау, ораторлық өнер, нетворкинг деген сияқты әртүрлі керек софт скиллдардың барлығын біз студенттерге осы 140 комьюнити жобасында береміз. Және сіздің осы ораторлық өнерді дамытуға қатысты сізден бір кеңес алғым келіп тұр. Өйткені бұл кеңестер комьюнитидің премиум пакетін сатып алмаған студенттер үшін өте пайдалы болады деп ойлаймын. Өйткені премиум пакетте курстарды алады ғой. Ал осы стандарт пакет үшін олар үшін барлығы осы подкастты көре алады. Ораторлық қабілетіңіздің дамуы үшін жай ғана күнделікті телефонға сөйлеңіз. Я тұтығасыз, я білейін деп 1040 рет жазуыңыз мүмкін. Но түсініңіз, сіз солай күнделікті шыңдалып жатырсыз. Және екіншісі, көбінесе қыз балдар мені қараса, мүмкін ер балдар да қарайтын шығар, иә. Күнделікті біз үй жинайсыздар, иә. Бәріміз кезінде отырып алып біреуге интервью беретін едік қой, үй жинап жүріп, мен кезінде қалай бастағанымды білсеңіздер деп. Сондай практикаларды көбейтіңіз. Ол өте керемет. Өзіңізді жетістікке жеткен адам ретінде интервью беріңіз. Отырып алып үйде солай сөйлеңіз. Кәдімгідей жестпен, жестикуляциямен үлкен сахнаның алдында тұрмын деп өзіңізді елестетіңіз. Міне осы сізге мүмкіндік та береді. Мен осы жерде айтқым келетіні, бізде, мен Ленгер деген қаладанмын өзім. Таңғы 5-те тұрып кететінмін. Жаңағыдай жүруге. Сосын барып бізде Төле бидің үлкен ескерткіші болатын. Бүкіл қалалық нелер, андай қала күні бірдеңе болса, бүкіл фестивальдар сол жерде өтетін. Дворецтің алды ғой. Сол жерде Төле бидің үлкен несі тұр. Төле бидің үлкен статуясы тұр. Соның астында бізден андай сахна еді. Сенесіз ба, мен сол сахна, таңғы 5-те ешкім болмайды ғой енді ол жақта. Сол сахнаның алдына барып тұрып, сол жерде қаланың алдында мен сөйлейтінмін. Солай: қош келдіңіздер бүгінгі менің курсыма, или бүгінгі менің выступлениеме, мен барлықтарыңызды жақсы көремін деп мен сол жерде сөйлейтінмін. Я прям представляла в жизни, мен сөйлеп жатырмын. Осылай алдымда қаншама халық тұр деген секілді ше. Дәл солай сондай пьедесталдарда, дәл солай сондай жер ескерткіштердің алдарында, я хоть где, да. Просто начните вот так вот это делать. И мне кажется, вот это классно сіздерге көмектеседі. Мен сіздің өміріңізде жалпы байқағаным бойынша визуализация, аффирмация сияқты дүниелерді жиі пайдаланасыз. Және соның бір айқын дәлелі сізде. Соған жетіп жатқаныңыздың. Енді визуализация, аффирмация жасауда қандай лайфхактармен бөлісе аласыз? Менде де сондай бір практически подкаст жасау ойымда болып тұр. Көрермендерге сол үшін осы жайлы сізден ақпарат біліп алғым келіп отыр.
міне осы кезде тағы бір эксклюзивпен бөлісейінші. Білесіздер ма, бұрында кішкентай кезде бәріміз ұйықтайтын кезде андай ою нелер ілініп тұратын бізде, кілемдер. Менің үйімде де сондай кілемдер болатын. Және мен білмеймін оны кім маған үйретті, есімде емес та. Бірақ күнде түнде менде мынандай әдет болатын. Мен бүгін Құдаймен сөйлесіп, армандарымды оған жеткізуім керек. И сол кілемді былай ұстап алып, мен Аллах тағалам, ата-анама зор денсаулық бере көр, маған бол байлық бере көр деп мен күнде тілейтінмін. Сенесіз бе? Мен сөйтіп тілемесем, мен ұйықтамайтынмын. Қазір мен ұйықтап қала беремін шаршасам да. Но кезінде мен солай тілемейінше, мен әженің баласы деп ондай да бала емеспін негізі да. Бірақ күнделікті Құдаймен бір сөйлесіп, Құдайым маған байлық бер, отбасыма бақыт бер, мынандай армандарымды орында, ертең елкада күшті билейін деген секілді өзімнің сол кезде кішкентай армандарымды айтып, аумин деп ұйықтап, былай енді өрнекке точка қойып, сосын ұйықтайтынмын. Это же визуализация чистой воды да, мысалға. Қазір мен соны жасамай кеттім. Мен қазір жасасам, бұдан көп нәтижеге жетемін. Мен өзіме мына подкасттандай Лаурасаның бәрін қайтар деген естеліктерді есіме салып отыр. Солай күнделікті жатар кезде өзіңізге бір нан істедім деп ойыңызбен галочка беріп ұйықтаңызшы дегім келеді. И армандарыңызды Аллаға айтыңыз да, армандарыңызды тілеп ұйықтаңыз. Керемет. Визуализация, аффирмацияның айқын, жарқын үлгілерін айтып кеттіңіз. Енді мен жаңа комьюнитидің бағыттарын атап өттім. Соның ішіне нетворкинг та бар еді. Енді нетворкинг қабілетіңіз сізде де бір дамыған қабілет ретінде танимын. Себебі қанша блогермен, қанша инфлюенсерлермен, отандық жұлдыздармен сіздің қарым-қатынасыңыздың жақсы екенін, белгілі бір деңгейде олармен подкаст, түсірілімдерде бірге жүретініңізді жиі байқаймын. Осы нетворкинг қабілетіңізді қалай дамыттыңыз, немесе осы нетворкинг қабілетін дамытуға студенттерге айтатын белгілі бір кеңестеріңіз бар ма? Біз мынандай қызық бір дүние айтқым келеді. Мен түрме қарап, блогыма қарап, шын мәнінде адамдар мені сондай ашық, жарқын, экстраверт, сондай үйде отыра алмайтын адам деп ойлауы мүмкін. Но сенесіздер ма? Менде Гэллапта да мен релейтормын, менде топ 5-те тұр. Мен көп адаммен араласа алмаймын. Мен сөйлесе аламын. Араласу мен сөйлесу ол екі бөлек нәрсе. Жақындасу тіпті үшінші бөлек нәрсе. Мен релейтормын, және мен тек менің сеніміме енген, сенім білдіре алған және уақытпен тексерілген адамдармен ұзақ мерзімді араласамын. Бірақ қазақта сөз айтады ғой, сәлемім түзу деген секілді ше. Мен алғашқы боп амандасуға, алғашқы боп кездесуге, шәйге шақыруға қорықпайтынмын. Өзімнің деңгейлестеріммен өзім пайдалы бола алатын және маған пайдалы бола алатын адамдарда мен өзім солай шайға шақырып, танысып, достасып сөйлескенмін бір кездері. Қазіргі кездегі бар менің айналамдағы адамдар, ол менің осы өмірдегі неше түрлі рискке барғанымның әсерінен Құдайдың өзі маған сыйлық қылып берген адамдар деп айтамын. Мысалға, мен кино түсірген кезде көп отандық жұлдыздар болсын, мені қолдады. Және содан кейін біз просто араласып кеттік. Оған дейін біз вообще бір-бірімізді танымағанбызды. Мен просто оларға премьераға шақыру жібердім. Они такие вау деп келіп араласып кеттік деген секілді ше. Сен ұлы дүниелерді кейде жасағанда, ұлы емес те, обычный дүниелерді жасағанда, әлем саған сый етіп адамдарды бере береді да. Тек алғашқы болып шақыру керек еді. Алғашқы болып қадамды жасаудан қорықпау керек та. А бізде қалай? Көбінесе какой ответ, какой привет, такой ответ деген позицияны ұстанамыз ғой. Бұл өте қате позиция. Сен кең болсаң, сен кішіпейіл болсаң, сен кем болмайсың. Сен оған бір рет привет дедің, ол саған былай қарап кетті ма? Ол это сен туралы емес та, сен онша емес адам, содан кейін ол сөйтіп кетті деген сөз емес. Ол адамда онша емес көңіл күй шығар. Ол адам қазір ғана сүйіктісімен ұрысып қалған шығар. Ол адамдың алдын қарамышығы өтіп кеткен шығар. Сенде емес та проблема. Сондықтан да егер нетворкингін дамытқысы келетін адамдар алғашқы қадам жасаудан ұялмау керек, алғашқы қадамды жасап үйрену керек, отказ алып та үйрену керек, бірақ навязчивый болмау керек та. Адам жоқ десе, жағаласа беріп қайта деген секілді ше. Дәл солай кейде бізге алғашқы қадам жетіспейді ғой. Біз бүкілін солай күтіп үйреніп қалғанбыз. Қашан келеді екен, маған сөйлейді екен, мен сол кезде сөйлеймін деп бір сухой блатнойдың рөлін ойнаймыз да былай деген секілді ше. Сен нетворкингді дамытқың келе ма, өскің келе ма, сен сухой блатнойлығыңды, эгоңды бір жерге сырып, сен кішірейіп, сөйлесіп, төмен позицияда емес, тең позицияда
сөйлесуің керек. Кішірейіп дегенде жаңағыдай ол адамға тек комплимент айтып өзіңді төмен көрсетіп ондай нәрсе қажет емес те ше. Сондықтан да сіз түсінуіңіз керек, дамығыңыз келе ма, әлем ашық адамдарды жақсы көреді. Сен ашық болған сайын сен ойлайсың ғой, мен қазір көзіне бір урод секілді көрініп қалатын шығармын, неғып келе берді қасыма деп айтатын шығар деп ойлауымыз мүмкін. Алғашқы қадам жасайтын кезде солай ойлауымыз мүмкін. Бірақ мен сізге мына нәрсе айтамын, бұл өмірде адамдар біреуді ойламайды. Ол адам дәл қазір мен қалай отырмын, менің түрім қазір сырттан қалай болып тұр, мен дұрыс сөз айттым ба деп, оның бүкіл фокусы өзінде. Ол сені ойлап отқан жоқ негізі вообще. То же самое да, мысалға, қанша блогер бар да, сен ойлайсың ғой, мен қазір мындай сөз айтсам, онша емес болып қалады деп. Біз мен сізге таңертең көрген 3 сторисіңізді еске түсіріңізші десем, сіз еске түсіре аласыз ба? Жоқ. Сіз тек таңертеңгі өзіңіздің өміріңізді еске түсіре аласыз, дұрыс па? Қалай тұрып, қалай контент қарап жатқаныңызды. Мысалға, мені түсінуіміз керек. Бұл әлемде сөйтіп саған қарап тұрған секілді да, бірақ бүкіл адам өзіне қарап тұр. Өзім қалай болып тұр, мен нормально сөйледім ба деген секілді. Сондықтан да алғашқы қадам жасаңыздар, и это прям ключ к успеху деп айтайыншы. Но мен өзім андай адам емеспін. Мысалға, 100 адаммен, 100-мен де танысып, мен өзім былай бүйтіп тихий ход болып отыратын адаммын. Деп осылай тыныш отырамын. И только прям өзіме ұнаған адамдарға ғана барып сөйлемесем, былай тоже мысалға сөйлемеймін деген секілді ғой. Сондықтан мен абиверт шығармын в большей степени. Наоборот, мен инстаграмнан көрген кейін өмірде көргенде адамдар андай деп қалады да. Но это қалай айтсам болады, инстаграм ол бәрібір, ол жақтағы 50% өміріміз біздің, ол 50% өміріміз. Бірақ біздің арғы бөлігі бар. Қазір көп адамдар ойлайды да, неге барлығын көрсетпейсіңдер деп. Мысалға, сен студент болып келдің, сен бүкіл өзіңнің 100% өзіңді көрсетесің ба? Үйіңді, азанда қалай шаршап шыққаныңды, автобуста келгеніңді. Сен өзіңді студент, сол ортаға сай келетін дүниелеріңді ғана көрсетесің. Дәл солай блогта да біз сай келетін дүниені көрсетеміз. Ол иллюзия тастау, біреуді алдау деген сөз емес. Ол біздің ашықтық деңгейіміз. Ол мысалға инстаграмда бүйтіп күліп жүрсең, Лаурада бәрі жақсы екен дегенде сөз емес. Мысалы, маған ұнамайды, мысалға, менің жағдайымды сұрамаса адамдар. Сенде қалай болып жатырсың деп. Инстаграмдан көріп жүрміз ғой, байқаса тапсың, күшті болып жүрсің ғой дейді, мысалға. Одан бөлек те мен көрсетпеген өмірлік бөліктерім бар ғой. Мен байқаны бүгін сатып алдым, бірақ мен кешке ДТП-ға түсуім мүмкін. Менде бір түрлі ситуация болуы мүмкін. Мен оны отырып бәрін блокқа салмаймын ғой, мысалға да. Мен өзім проживать етіп жатырмын да оны деген секілді ше. Сондықтан да сондай нәрсені алып тастау керек, иллюзияны. И сіз де ертең өзіңіз блогер болсаңыз, негізі түсінесіз. Біз өміріміздің 20%-ын ғана көрсетіп үлгеретін шығармыз. Түсінікті. Енді фильм деп қалдыңыз. Мен осы фильмді өзім толық қарап шыққам. Шынымды айтсам, өте эмпат адаммын, және фильмнің бойында, жалпы фильм бойы Лаураның сезімген сезімдерін бірге сезініп шықтым. Оның ата-анасымен қарым-қатынасы болсын, болашаққа деген армандары болсын, оның үлкен мақсаттары барлығы кез келген көрерменді шабыттандырады. Және осы фильм жайлы бір қысқаша ой айтып кетсеңіз, және ең соңында сол фильмді мен барлық, егер студенттер қарап отырған болса, кеңес берер едім. YouTube парақшада тұр, YouTube'да тұр. Менің ойымша студенттерге өте пайдалы фильм, көру керек. Себебі отандық өнім біріншіден, екіншіден қазақтардың дүниетанымына сай түсірілген фильм. Біз мысалы кейде шетелдіктердің фильмін көріп аламыз, бірақ ол фильмдердің біздің дүниетанымымызға сай емес екенін түсінеміз да. Өйткені қазақтардың дүниетанымы бәрібір бөлек қой. Қазақ ата-анасы бөлек, қазақ отбасы, қазақ қоғамы бөлек деген сияқты. Сол үшін осы фильмге жалпы күшті 10-нан 10 деген баға беріп, өзім көрермендерге ұсынатын едім. Көп рахмет. Фильмдегі басты ойды жеткізетін болсам, байқайсыз, ертең фильмді көрген болсаңыздар, көретін болсаңыздар, байқайсыздар. Лаураның өмірінде қатты қиын бітіп тұрған, сол кезде жібере салатын моменттер болды да. Және сол кезде қазірдің өзінде маған әрдайым көмектесетін бір ғана менің қасиетім бар. Мен оны қазақшаға аударсам да мен білмеймін қалай болатын, сондықтан орысша айтайыншы. Умение дожимать. Пружинаның қатты қиын болып, ата-анаммен ұрысып, бет жылысып, әкем маған қатты ауыр сөздер айтқан кезінде, хочется просто все бросить. Я пыталась, но ничего не вышло, но я пыталась деп тастай салуға болатын сәттер менде былай көп. Бірақ мен сол кездерде осы пружинаны до конца басам, наоборот.
сол ауырлықты, больді бәрін проживать етем, қабылдаймын. Я дожимаю. Сол умение дожимать маған әрдайым көмектеседі, және әрбір адамға өмірлік сабақ болсыншы. Бүйтеді да бізде қазір рискқа бар деген смыслды көп адам айтып жүр. Риск адам барады, ашты бизнес. Бизнесі крах болады. Сосын болды, мен зато рискқа бардым ғой, но ештеңе шықпады дейді да. Но сен екінші бөлімді білмедің ғой, бас жасамадың ғой. Ол умение дожимать енді. Сол қиындықтарға қарамай, күйзелістерге қарамай, до конца пружинаны басу деген нәрсе болады да. Мысалға менде өмірімде даже конфликт болса, күйеуіммен болсын, мысалға, қарапайым мысалға айтайыншы. Хотя жеке өмірімді айтпаймын деп едім. Деп өзінше болсаң, қайрат тасқызап ше. Жеке өмірімді айтпаймын. Жоқ, енді студенттерге болған кейін мотивациялық болсын деп ойлағам ғой, мен өмірім зачем деп. Мысалға күйеуіммен біз ұрысып қалдық дейік, біз сосын болды, хорошо, ладно деп сосын дым болмағандай сөйлесіп кетпейміз. Дым болмағандай ары қарай өмір сүріп кетпейміз. Бұл проблема болды, проблема реально бар, конфликт бар. Мен соны до конца шешем. До конца шешу ол жаңағыдай қайта деп бірдеңе істей беру емес. Ол екінші рет сол қателікті қайталанбас үшін, сол кездегі ауыр сөйлескің келмей тұрған адаммен, сонда да сөйлесуді. Характеріңді бермей сөйлесу. Ауыр болып тұр, мен оған құрыш деп айта салғым келіп тұруы мүмкін да, мысалға, бірақ мен құрышы деп айтпай, мен сенің сезімдеріңді түсініп тұрған жоқпын, маған осылай ауыр тиді. Осыны шешейікші, неге бұлай болды деп сөйлесуді, мысалға. Дәл солай өмірдің кез келген кезеңінде умение дожимать, соңына дейін апару өтірік. Хорошо, бәрі жақсы болады. Мамамен ұрысып қаласың, өтірік 5 минуттан кейін дым болмағанда сөйлесіп кетесің. Ол эмоционалды интеллекттің төмендігі да. Осы эмоционалды интеллекттеріңізді көтеріңіздерші дегім келеді. Бір адамдар бар ғой, сен мысалға, маған кішкене ауыр болды сенің айтқаның, ой, хорошо, енді екінші рет саған сөйлемеймін дейді да. Бұл эмоционалды интеллекттің төмендігі деген сөз. Екінші адам сөйлесуге дайын емес болып тұр. Деген секілді, эмоционалды интеллект төмен адамдар өте көп негізі. Бірақ дамытсаңыздар, ол сіздерге өмірде көмектесетін керемет құрал болады. Сондықтан да білмеймін, енді ананы да айттым, мынаны да айттым, енді егер сіздердің ойларыңызды шатастырып алған болсам, айып етпеңіздер. Келіп тұрған қазір импульспен келген дүниелермен бөлістім. Менің ойымша түртіп алуға тұрарлықтай дүниелер бар. Әр адам өзіне керегін көреді. Біреу менің таза қазақшамды жоқтығын көреді, таза қазақшамның жоқтығын. Енді біреу өзіне керек нәрсені алады. Бұл жерде фокусты маған қою, менің мініме қою, немесе өзіңізге қою, өзіңіздің дамуыңызға қою, менен бір инсайтты алып алу, ол тоже сіздің таңдауыңыз. Ал ендеше біз подкастымыздың соңына да жетіп қалдық. Лаура ханым, енді біз осы подкастты көріп, өздеріне бір пайдалы пікір, ой алған көрермендерімізді қуантқымыз келеді. Сол үшін сіздің атыңыздан бір мотивация болса, подкастты көрген әрбір көрерменге бір сіздің атыңыздан сыйлық ұсынсақ, не ұсына аламыз? Жақсы. Менің өзім жаңа ИИ-дің мүмкіндіктері жайлы көп айтқаннан кейін, қазір қарап отырған және жалпы түсінгісі келетін, осы сфераны білгісі келетін жандарға өзімнің жақсы бір тегін сабағымды осы искусственный интеллектте қалай нөлден бастау керек, бұл сферада қалай ақша табуға болатынына байланысты сабақ берейін. Бүкіл көріп отырған жанға сіздерге төменде сілтеме тұрады. Және давайте сіздерді 140 комьюнитиді және Лаура Леспекті инстаграмға белгілеп, осы жақсы өзінің пікірімен бөліссе, не обязательно жақсы пікірмен, инсайтыңызбен бөліссеңіз, жақсылап тұрып, то именно араздан біз 2 адамды таңдап алып, менің основной программам бар, менің платный обучением. Сол основной программасына мен доступ берейін екеуіне. Саған керемет ұсыныс. Менің ойымша, осы подкаст соңына дейін қараған көрермендер көп нәрсе ұтып тұр. Ал соңына дейін қарамағандар көп нәрседен ұтылып жатыр. Көп рахмет. Біз подкастқа келген әрбір қонағымызды өзімізде қуантуға тырысамыз. Және біздің атымыздан сізге біздің өзіміздің авторлық мерч сізге ұнайды деген ойдамыз. Арнайы сіз үшін алдырттық. Өзіңіз ашып, қарап көрсеңіз болады. Давайте анпапипка жасаймыз ба? Давайте жасайық анпапипка. Қандай күшті. Менің өзімнің жолдасым тоже стоматолог, стоматологиялық клиникасы бар, және осы 140-пен бір коллаборацияма жасаған болатын. Сол кезде оның бежевый осындай толстовкасы бар, сапасы керемет, ол әліңген сүйіп не қылады, киеді. Және менікімнен тартып алмаса болып еді үйге барғанда.
Қандай әдемі. Мады ин 140 дейді. Қандай күшті. Көп рахмет 140. Үлкен сіздерге сәттілік. Мә қандай? Көп рахмет 140. Үлкен сіздерге сәттілік. Рифма. Ал ендеше құрметті көрермендер, біздің бүгінгі подкастымыз аяқталды және подкаст сіздерге пайдалы әрі қызық болды деген ойдамыз. Біздің келесі шығарылымдарды күтсеңіз, келесі қонақтың кім болған пікірге жазып кетсеңіз болады.